Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. On page 13, interrogative pronoun тақырыбы берілген. 13-ші бетте бізде interrogative pronoun тақырыбы берілген. Pronoun деген ол бізде есімдіктер. Pronoun есімдік. Interrogative деген сұраулы есімдіктер екен, я? Қазір біз осыны өтетін боламыз. Олай болса, exercise 1. Complete the questions with the word in the box. Then check your answers in the questionnaire on page 12. Қорапшаның ішінде бізде сұраулы есімдіктер берілген. Біз қазір оны астындағы сөздермен сәйкестендіру керек екенбіз, я? Мысалға, біз қазір қорапшаның ішіндегі сұраулы сөздерді аударамыз. How many? How many? Қанша? Who? Who? Кім? What? What? Не? When? When? Қашан? Where? Where? Қайда? How old? How old? Жасың нешеде деген сұрақ екен, я? Енді біз астына қоямыз. Мысалға, бірінші мысал берілген, кейін бірінші сөйлем. Who is your favorite? Бірінші мысал, what's your favorite film? Сенің сүйікті фильмің не? Қандай, я? Енді біріншісі, who is your favorite sport star? Яғни бұл жерде спорт жұлдыз, сенің сүйікті спорт жұлдыздың кім деген сұрақ қояды екенбіз, who. Екіншісі, where are you from? Where are you from? Сен қайдансың? Үшінші, when is your birthday? When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? Төртінші, how old are you? How old are you? Жасың нешеде? Бесінші, how many CDs have you got? How many CDs have you got? Сенде қанша CD кассеталары бар деген сұрақтар шықты. Енді екінші сөйлемге қараймыз. Complete the questions to the match the answers. Яғни бұл жерде де біз сұрақтарды қою керекпіз, қасында жауап берілген, я? Бірінші, how many DVDs have you got? I have got 2. Екінші, who is your favorite singer? Rihanna. Үшінші, what's your favorite color? Blue. Төртінші, where is your dad from? He is from Simi. Бесінші, when is your friend's birthday? It's in December. Және алтыншы, how old are your parents? They are 38 and 39 years old. Яғни бірінші бізде қанша DVD бар, я? 2. Екінші сұрақ, кім сенің сүйікті әншің? Риана. Үшінші, сенің сүйікті түсің не? Қандай? Көк. Төртінші, сенің әкең қай жерден? Бесінші сұрақ, сенің досың туған күні қашан? Және алтыншы сұрақ, сенің ата-анаңның жасы нешеде деген шыққан екен. Міне осылай екінші тапсырманы толық орындап шығады екенбіз. Келесі exercise 3. Write true answers to the questions in exercise 2. Then ask the answers in pairs. Яғни бұл жерде бізде екінші тапсырмадағы сұрақтарға жауапты өзіміз жазып кету керекпіз, я? Екінші тапсырмада жаңа сұрақтар қойылды, және біз қасына жауап жазу керек екенбіз. Яғни сұрақтарды біз екінші тапсырмадан аламыз, ал жауаптарын әркім өзіне қарай жазуға болады. Негізі мен мысал ретінде жазып кеттім. Бірінші сұрақтың жауабы I have got 7. Екінші Billie Eilish. Үшінші Black. Төртінші Тарас. Бесінші May. Алтыншы, they are 53 and 58. Яғни мен екінші тапсырмадағы сұрақтардың жауабын осылай үшінші тапсырмаға жазып қойдым. Оқушылар өзгертіп жазуға болады. Next, exercise 4. Work in pairs, complete the quiz questions and then do the quiz, listen and check. Яғни қасымызда тұрған куизді қазір келесі бетте орындайтын боламыз. Қазір біз 5-ші тапсырмаға қараймыз. Write one more question about each topic in the quiz. Use the words in the box or your own ideas. Then test your partner. Яғни біз қорапшаның ішіндегі сөздерді толықты сұрақ ретінде жазу керек екенбіз, я, оқушылар? Бірінші сұрақ, who is the singer in Coldplay? Екінші, how old is Roger Federer? Келесі, how many legs has got a spider? Келесі, when is the next football world cup? Бесінші, where is the Spider-Man from? Алтыншы, what's a Facebook? Міне осылай 5-ші тапсырманы жазып алады екенбіз, оқушылар. Енді келесі біз қасындағы interesting quiz, яғни қызықты quiz берілген 4-ші тапсырма деп осыны қазір орындайтын боламыз. Олай болса, қарап жазып шығайық. Бірінші
сұраққа where қоямыз. Бұл жерде where жауабы қасына жазып қойдым, иә. Екінші what қоямыз. Төртінші who деген сұраулы есімдікті қоямыз. Келесі his character. Алтыншы what, where деген сұраулы есімдіктер қоямыз. Жеті where and when деген сұраулы есімдіктер қоямыз. Сегізінші who, what деген сұраулы есімдіктер қоямыз. Әр қайсының қасына мен жауабын жазып қойдым. Оқушылар мұқият қараймыз. Жауап берсек болады. Тоғызыншы what деген сұраулы есімдік қоямыз. 10 who және what деген сұраулы есімдік қоямыз. 11 what, www stands for World Wide Web, яғни осылай жауабын беруге болады. Және 12-ші how old, жасың нешеде. The internet is about 50 years old. Міне осылай 4-ші тапсырманы толық сұраулы есімдіктерді осылай жазып шықсақ болады екен оқушылар. So next on page 14 meeting people, яғни 14-ші бетте meeting people тақырып берілген, адамдармен кездесу. Ол жерде тапсырмалар берілген. Қазір бірге орындайтын боламыз. Олай болса, бізде бірінші exercise 1, look at the photo. What hobby do you think that the boy is interested in? Why? Яғни суретке қара және қалай ойлайсың, мына жігіттің хоббиі не, немен қызығады, не үшін деген сұрақ қойылған. Оны білу үшін біз listen the dialogue, check your answers in exercise 1. Яғни екінші тапсырмада диалог берілген, қасында, я, суреттің қасында сол диалогты оқып тыңдап, жауабы соның ішінде, яғни жауап беру керек екенбіз, я. Бұл жерде диалогты оқып шықсақ болады. Бірінші Jake. Hi Laura, how are things? Laura, not bad. How are you, Jake? This is Tina. She's my class this year. She's from the USA. Jake. Hello, Tina. Good to meet you, Tina. And you? Hey, that's a cool t-shirt. Are you into surfing? Jake. Yes, but I'm not very good. What part of the USA are you from? Tina. I'm from Florida. Jake. That's cool. See you later then. Yeah, see you later. Яғни қыздар мен ұлдың әңгімесі берілген, иә. Бұл жерде Джейктің бізде қызығатын хоббиі ол серфинг екен, иә. Яғни тақтайшаға мініп теңіздің үстінде серфинг жасау, иә. Оны білеміз оқушылар. Енді оның жауабы бізде бір және екінші тапсырманың жауабы Jake is into surfing. Яғни Джейктің қызығатын хобби ол серфинг екен, иә. Exercise 3. Listen and repeat the key phrases. What are the response to the key phrase in the dialogue? Practice the dialogue. Яғни бұл жерде key phrases деген кілттік фразалар, иә. Яғни адаммен жағдайын сұрағанда, танысқан кезде қолданатын кілттік фразалар екен. Мен қасына сұрақтарға жауап ретінде жазып қойдым, иә. Мысалға, how are things? Жағдайың қалай? Not bad. Я, біріншісі. Екіншісі, this is Tina. Мынау Tina. Екі жауабында hello, Tina. Сәлем. Осы сұраққа осылай жауап берген. Үшінші, good to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. And you, иә. Төртінші, are you into surfing? Серфингке қызығасың ба? Yes, but I'm not very good. Бесінші, what part of the USA are you from? Сен Америка құрама штаттарының қай бөлігінде тұрасың? I'm Florida. I'm from Florida. Яғни мен Флорида қаласынан боламын. See you later then. Алтыншы, yeah, see you later. Я, көріскенше сау бол деп сұраққа жауап берген, иә. Міне осылай үшінші тапсырманы орындаймыз. Енді келесі бізде next exercise 4 language point. This, that, this, those. Яғни бұл жерде бізде ереже берілген, сілтеу есімдігі берілген оқушылар. Сілтеу есімдігі. Мынау, анау, мыналар, аналар. Яғни бір зат қасында жақын жерде тұрса, ол бізде мынау, мыналар деп айтамыз, иә. Ал егер алыста тұрса, сілтеп қолмен көрсетеміз. Анау, аналар деп, иә. Мысалға, жекеше болса, бір зат болса, this book, мына кітап менің қасымда тұрған. Егер алыстағы, өте алыстағы кітапты көрсететін болсақ, that book, алыста, that book, анау кітап деп айтамыз. Егер қасымдағы дәптерлер болса, я, these copybooks, көпше түрде, these copybooks, мына дәптерлер, мыналар деп айтамын. Ал егер алыстағы дәптерлер болса, those copybooks деп айтамыз. Ана жақтағы дәптерлер деп айтамыз, иә. Міне бұл сілтеу есімдігі, 4 сілтеу есімдігі бар. This, that, this, those.
Енді бұл жерде ереже тек қана ауызша орындаймыз. Translate the sentences in the table. What's the difference between this set and this sus? Яғни бірінші бағанада бізде singular жекеше түрі, екінші бағанада plural көпше түрі. This is my friend. Мынау менің досым. Мынау қасында тұр, я. Астында that's a good photo. Мынау әдемі, анау әдемі сурет, яғни алыста тұр. Айырмашылығы жақында және алыста. Келесі көпше түрде these are my friends. Мыналар менің достарым. Жақын жерде those are good photos. Анау тұрған суреттер әдемі екен, ол алыста тұр. Міне осылай айырмашылығын біліп алсақ оңай болады екен оқушылар. Енді келесі exercise 5. Енді осыған орай тапсырманы орындаймыз. Look at the picture and complete the dialogue with this, that, this, those. Яғни біз қазір суретке қарап отырып, сөйлемді толықтырып шығу, диалогты толықтырып шығу керек екенбіз. Then practice the dialogue in pairs. Мысалға, Эми мен Бен. That's a cool t-shirt. Ана футболка әдемі екен. Yeah, this is my Arsenal t-shirt. What's that? Үшінші. Яғни анау не деп сұрақ қойыптыр. Төртінші. This is my class photo. Мынау менің сыныптағы суретім. Here are those my CDs. Аналар менің CD дискілерім. Алтыншы. Now these are my Coldplay CDs. Жетінші. That your CD on the table. Міне осылай бесінші тапсырмада сілтеу есімдігін қойып шығамыз. Яғни анау, мынау деп жақында тұрса мынау, мыналар, алыста тұрса анау, аналар. This, that, this, those ол көпше түрінде екен, я. Енді келесі exercise 6. Work in groups of 3. Look at the dialogue in exercise 2. Change the words in blue using the ideas in the box. Your own ideas. Practice the new dialogue. Яғни көк сөздегі көкпен берілген сөздердің орнын ауыстырып, біз өзіміз диалог қойып шығу керекпіз. Мен қысқаша қалдырып қойдым. Орнын ауыстырып жазуға болады. Hi Asem, how are you? Not bad. How are you, Danyar? This is Ailana. She's my friend. She's from Australia. Hello, Ailana. Good to meet you. And you? Hey, that's cool. Guitar. Are you into music? Yes, but I'm not very good. What part of Australia are you from? I'm from Sydney. That's cool. See you later then. Yeah, see you later. Міне осылай диалогты құрып жазсақ болады екен оқушылар, я. Енді next page, on page 15. Яғни 15-ші бетте in a mail тақырыбы берілген, writing, яғни хат жазып үйренетін боламыз, я оқушылар. Бұл жерде, мына жерде біздің хаты берілген, яғни біз өз туралы жазып өткен. Хатты міндетті түрде оқып шығыңдар, өте көп ақпараттар аласыңдар. Олай болса, қазір осы мәтінге байланысты астындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 1. Read the module text and answer the questions. Мына жерде берілген сұрақтарға біз мәтіннен қарап жауап жазу керек екенбіз. Олай болса бастаймыз. Бірінші сұрақ, who is the mail to? Яғни хат кімдерге арналған? Жауабы B. A student at a different school. Яғни әртүрлі мектептегі оқушыларға арналған, я? Солай жазып қоямыз. Екінші сұрақ, what is the purpose of the email? Яғни мақсаты не бұл хаттың? Жауабы to introduce Beth, describe your interest and ask someone else's interest. Келесі үшінші сұрақтың жауабы informal, яғни is this email formal or informal? Бізде ол informal болады. Төртінші сұрақтың жауабы paragraph 3, яғни төртінші сұрақтың жауабы үшінші параграфте. Бесінші сұрақтың жауабы paragraph 2, екінші параграфте, және соңғы келесі алтыншы сұрақтың жауабы paragraph 1. Міне осылай сұрақтарға жауабын жазып кетеміз оқушылар. Келесі бізде exercise 2. Complete the key phrases and look at the екінші тапсырмада look at the model text and the check, яғни бұл жерде кілттік сөздер берілген. Біз кілттік сөздердің орнына қойып шығу керек екенбіз. Мысалға, my name is Beth. I'm a student at Liberty High School in Britain. Үшінші, I'm really into basketball and tennis. Төртінші, what about you and your class? Бесінші, send a photo if you have got one. Алтыншы, bye for now. Міне осылай кілттік сөздерді толықтырып жазып шығамыз. Үшінші тапсырма бізде language point. Бұл жерде ереже берілген and or bad. Яғни бұл бізде
conjunction деп айтылады. Ол бізде демеулік ретінде берілген, яғни екі сөйлемді байланыстырып тұрады. And және, or немесе, but, бірақ дегенді білдіреді. Яғни және немесе бірақ деген демеулікте екі сөйлемді байланыстырып тұрады, ортасын. Енді біз осы үшеуін мына жерге қойып шығу керек екенбіз. Бірінші сөйлемде арасына біз and қоямыз, екінші but, үшінші or, төртінші but, бесінші or және алтыншы and деген сөздерді қойып шығады екенбіз. Келесі бізде active follow the steps in the writing guide. Бұл жерде жазу берілген, яғни бізге жауап ретінде хат жазу керек екенбіз. Мысалға бірінші task 1, write an email to Bez about your interest. Өзінің қызығушылығың туралы бізге жаз деген. Мен қысқаша мәлімет қалдырып қойдым. A-де, B-де бізде мына сұрақтар берілген, сұрақтарға жауап ретінде жазсақ болады. Мысалы, what's your name and age? Атың кім, жасың нешеде? Екінші, where are you from and what's your school? Қай жақтансың және қай мектепте оқисың? How many people are in your class? Қанша сыныбыңда қанша оқушы бар? Төртінші, do you do sports as a class? Сыныпта қандай спортпен айналысасыңдар? Бесінші, what sports do you and the other people in your class like? Және қай спорт түрі сендерге қаттырақ ұнайды, қай сабақ ұнайды? Алтыншы, what other lessons do you enjoy? Why? Жетінші, what questions have you got for Bez? Безге қандай сұрағың бар? Яғни бұл осылай төртінші тапсырманы өзіндік жұмыс ретінде әркім өзі орындаса болады екен, оқушылар. Енді келесі бізде on page 16 daily routines, яғни 16-шы бетте күнделікті жасалатын іс-әрекеттер туралы тақырып, яғни күнделікті рутиналар. Бұл жерде де бізде Adelia's daily routine мәтін берілген, Аделяның күнделікті жасайтын тірліктері өзінің. Бұл жерде ұзақ мәтін берілген, мәтінді оқымай-ақ қояйын, жалпы оқып шықсаңдар болады, өте қызықты. Ал біз қазір осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада look at the words in the box, put them into the order, use them every day. Яғни күнделікті қайсы әрекеттер бірінші орындалады, соны орын-орынмен қою керек екенбіз. Бірінші I get up, ұйқынан тұру, have a shower, душқа түсу, have breakfast, тамақтану, get ready for school, сабаққа дайындалу, go to school, мектепке бару, have brunch, go home, do your homework. Міне осылай орын-орынмен қойып шықтық. Екінші exercise to read and listen to the text about Adelia's daily routine and answer the questions. Яғни біз мәтіннің ішіндегі сөздерге қарап отырып, сұраққа жауап беру керек екенбіз. 6 сұрақ берілген және мен қасына мәтіннің ішінен 6 жауапты жазып қойдым, оқушылар. Міне осы тапсырманы толық жазып алсақ болады. Енді келесі exercise to active in pairs, answer the question about your daily routine. Бұл жерде сұрақ-жауап ретінде көп сұрақтар қоюға болады. Мысалға, what time do you get up? Сағат нешеде тұрасың? I get up at 8 o'clock. Екінші, what do you eat for breakfast? Таңғы асқа не ішесің? I eat porridge for breakfast. Үшінші, what's your favorite lesson? Сүйікті сенің сабағың қандай? My favorite lesson is math. Міне осылай өте көп сұрақтар қойып кету беруге болады екен, оқушылар. Exercise 4. Look at the words in blue in the text, then choose the words to complete the rules. Яғни бұл жерде ереже берілген, мәтіннің ішінде көк сөздерге қарап жазып шығу керек екенбіз. Бірінші бізде if we use when before something that is certain to happen, яғни біріншісінде біз when-ді аламыз. Екіншісінде we use if before something that isn't certain to happen. Бұл екіншісінде біз if-ді аламыз. Үшіншісінде present simple дегенді алады екенбіз. Міне төртінші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі exercise 5. Complete the sentence with if, when. Яғни if егерде деген сөзді білдіреді, when деген қашан деген сияқты мағынаны білдіреді. Мысалға біріншісінде I usually sleep late, but when I wake up early, I go for a walk. Мен әдетте кеш жатамын, кеш ұйықтаймын, бірақ мен ертерек тұрсам орнымнан, мен онда серуендеуге шығамын. Келесі, if you are very good, you can go to cinema on Saturday. Егер де сен жақсы болсаң, онда сен демалыс күндері киноға барасың. Үшіншісінде your dog doesn't like going out when it rains. Яғни сенің итің қыдырғанды ұнатпайды, егерде
жаңбыр жауып жатса, яғни бұл жерде when дегенді аламыз. Төртінші, if you don't like food, I never eat it. Яғни маған тамақ ұнамаса, егер де маған тамақ ұнамаса, мен оны жемеймін. Бесінші, do you always eat something when you get home from school? Міне осылай қойып шығады екенбіз, оқушылар. Келесі exercise 6, тапсырмада look at the words in red in the text, then match the first paragraph to sentence 1-5 with endings AE. Яғни бұл жерде мәтінде берілген қызыл сөздерге мән береміз, және 1-5-ке дейін сөз берілген, біз жалғасын A, B, C, D, E деген әріптермен белгіленген сөздермен жалғастырамыз. Бірінші сөйлемнің жалғасы C болады, екінші сөйлем A болады, үшінші E болады, төртінші B болады, жетінші D болады екен, және ең соңғы тапсырма 7, choose the correct words in the rules. Яғни бұл жерде де ережеге қарай біз дұрысын таңдау керекпіз. Біріншісінде we use talk about a result, екіншісінде we use because to talk about the reason. Міне балалар, осылай тапсырманы толық орындап шығамыз. Жарайсыңдар, келесі кездескенше сау болыңдар.